балалар, біз бүгін белдік, мына тұрған белдік. Бұл белдік біздің қазақтың ерлер, әйел адамдар тағатын беліне бұйым. Бұл біздің үстіміздегі ұлттық киімді әшекейлеп, әдемілеп тұру үшін белге салынатын зат. Біздің ерлер бұл белдікке түйе табан, ойын салған диаметралық өрнек салған, сосын мынандай қошқар мүйіз өрнекті де салған. Бұл әр өрнекті оюдың өзінің атқаратын міндеті болған. Бұны біз қазір отырып, мына жерде біздің әкеміз бар, Дінмұхаммедтің әкесі бар. Дінмұхаммедтің әкесімен бірге әшекейлеге балалар. Қазір көрсетеді бізге. Балалар, қандай әдемі белдік шықты, иә балалар? Біз осы белдікке байланысты ой ойнап жүреге келіңдер балалар. Кәні тұра қалайық. Шеңберден ары қарай асып кеткен бала жеңіп кетеді. Кәні енді бізге Мұхаммедпен бекзат көрсін. Балалар, міне көріп тұрмыз, мынау шеңбердің ортасында сызық тұр, иә? Шеңбердің екі жағына кір өзіне қарай қарсыласын тартып алса, сол жеңеді деген сөзді кәні жақсылап тұрамыз. Ал, Димаш ақырмыз. Ой, кәні, қол қашпақ тұрайық. Ой, Мұхаммед, күші тартып, Мұхаммед жеңіске жеткізді. Мынау, тұрған төселген шеңбердің ішінде отыра қалады. Отырып ой ойнайды, иә балалар? Әртүрлі оюларды да білдік, иә балалар? Ол не үшін салынады екен деп білдік. Олай болса балалар, мына тұста түрлі түсті оюлар бар, иә? Қазір сендер маған мұқият тыңдаймыз. Түйе табан, біз жаңағы белдікке салған, сосын қошқар мүйіз, сосын геометриялық өрнекті тауып беріңдер. Мен сендерге қазір осы жерге шашарым. Ал, отырыңыздарды тауып беріңдер. Кім қандай фигура тауып? Аты қандай, Мұхаммед? Өрнек өте дұрыс. Ал келесісін табыңдар, келесі қандай, бәрі бірге алмаңдар, аты қандай өрнек? Қошқар мүйіз, өте дұрыс. Қошқар мүйіз. Бұл? Түйе табан, өте дұрыс. Түйе табан, мына қандай өрнек? Түйе табан. Қошқар мүйіз, балалар. Жарайсыңдар, сендер бәрін біледі екенсіңдер, кәні. Әкесі келді, иә балалар? Кәні, папасы бізге, Дінмұхаммедтің әкесі бізге қазір сендерге не жасатқанын айтады. Олар бүгін біз белдік туралы білдік, иә? Белдік дегеніміз ол қазақтың ұлттық маңызды бөлігі болып саналады. Белдігіміз біз неден жасалады? Неден жасалады? Мынау қандай өрнек болып аталады? Қайталады. Түйе табан. Мынау бізде не болып, қандай өрнек болып саналады? Ал мынау ше бізде? Қошқар мүйіз. Үстіп әртүрлі нелермен, өрнектермен үстіп жасауға болады екен. Балалар, қараңдаршы, міне, мынау біздің ерте заманнан келе жатқан, біздің батырларымыз таққан беліне. Біздің бұны батырларымыз, әкелеріміз, аталарымыз таққан белдік. Біз осыны көрген, осындай белдікті әдемілеп наурыз тойлағанда болсын, көшеде біздің істеп жүреді, тағып жүреді екен, иә? Олай болса балалар, біз осы жерден үйренгенімізді әрі қарай сақтап, әрі қарай жалғастырып, жұмыс жасай береміз деп ойлаймыз, иә балалар?